дереу бала оқулықтың ішінен кілтті, бүгінгі сабақтың, жаңа сабақтың кілтті сөзін дереу табады. Мен дайынмын деген белгі бар, соны көтеру арқылы бүгінгі сабақтың кілтті сөзін ең алғашқы болып көтерген оқушы оқып беріп сол жерде таныстырады. Енді бұл жерде жаңағыдай бірдеңенің жайын хабарлау мақсатында айтылған сөйлемді хабарлы сөйлем дейді. Хабарлы сөйлемнің соңында нүкте қос белгісі қойылады дегендей балаларға жаңағы оқып береді кілтті сөзді. Енді сергіту сәтінде балаларға мен мынадай мен ұсынамын, себетті ұсынамын, барлық топтарға себеттерді алдына қоямын. Енді балалар бұл сергіту бүгін ерекше, яғни біз ойын ойнаймыз. Ойын ойнау арқылы баланы, яғни бүгінгі жаңа тақырыпты қаншалықты меңгергенін анықтауға болады. Мына жерде мен көптеген алмаларды үстелдің үстіне көптеген алмаларды барлығын шашып қоямын. Бұл алмалардың ішінде сұраулы сөйлем де бар, лепті сөйлем де бар, және хабарлы сөйлем де бар. Осының ішінен 2 минут, яғни күн сағатты пайдалану арқылы 2 минут уақытты қоямын. Бала бірден дереу үстелдің үстіне топтасып келіп, хабарлы сөйлемдерді табады да себетке апарып өзінің тобына жинайды. Сөйтеді де 2 минут уақыт біткеннен кейін оқушылардың барлығы назарын бері қарай аударып, яғни қай топта қанша алма жинай алдыңдар себетке деген секілді 5 алма жинайды, біреу 10 алма, біреу 3 алма жинауы мүмкін. Ол жерде міндетті түрде мұғалім тексереді, яғни